Келес ауданында ұлттық өнерді дәріптеген тағылымды рухани кеш айтыскер ақын Жарқынбек Наушабековті еске алуға арналған жыр жүйрігі Жарқынбек атты республикалық ақындар айтысы жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бұл шара ұлт руханиятын жаңғыртып, айтыс өнерінің өміршеңдігін тағы да бір дәлелдеді. Айтыстың ашылуында аудан әкімі Жәнібек Ағыбаев сөз сөйлеп, Жарқынбек Наушабековтің қазақ айтысындағы ерекше орнына тоқталды. Ол айтыстың халықтың мұңын жеткізетін, елдің рухын көтеретін асыл мұра екенін атап өтіп, бүгінгі дода жас ақындарға үлкен тәжірибе мектебі болатынын жеткізді. Айтыс халқымыздың сан ғасырлық тарихымен бірге жасасып келе жатқан елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған шындықты бүкпесіз айтатын қасиетті өнер. Жарқынбек Абазбекұлы Наушабек осы киелі өнердің шын жанашыры, жыр додасының жүйрігі, халықтың сөзін сөйлеген, елдің рухын асқақтатқан ақын еді. Ол тек айтыспен ғана емес, ұлттық құндылықтарды дәріптеген, ел бірлігін, туған жердің қадірін жырлаған тұлға ретінде ел есінде мәңгі сақталады. Осындай ардақты азаматтың есімін ұлықтап, рухына тағзым ету баршамыздың азаматтық парызымыз. Жыр додасына еліміздің әр өңірінен келген танымал және жас ақындар қатысып, сахна төрінде өз өнерлерін ортаға салды. Ақындар отқыр ой, өткір тіл арқылы қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп, тартысты әрі мазмұнды айтыс көрсетті. Көрермендер әсерлі жыр мен шынайы өнердің куәсі болды. Оған мысал Жарқынбек ағанда бар, оны да отырсаңшы мимен біліп, өзіңге де торғайдан бір қыз беріп, еліңе қайдармақ бек үйлендіріп. Жарқынбек бауырымыз Келес өңірін, Келес ауданын бүкіл Қазақстанға танытты. Осы жерін толасы болған кейін. Сол бүгінгі айтыс, сол Жарқынбек бауырымыздың 50 жасқа толған күніне тура кеп тұр. Сондықтан мен айтар едім, мына орында бар оңалар дейді. Осы Жарқынбек бауырымыз өмірден кеткенменен оның артында қалған ұлдары сол Жарқынбек бауырымыздың барлық жақсылық қуанышын игісін алға жалғастырады деген ойдамын. Себебі мына бүгінгі айтыста сол бауырымыздың ұлы айтыс тізіміне қосылып, мына айтыс оққан жағдайы бар. Сондықтан мен айтар едім, осындай айтыстар көп бола берсе, халықтың көңілі көтеріліп, халық демалса, мына бүгінгі айтыста осы Келеске қатысы бар көптеген бір темалар айтылып отыр. Келестің өскенін, Келес ауданының орталығын өзгергенін тілге дәнек етіп өздері осында мақтап айтып отыр. Қорытындыға сәйкес бас жүлде Ахмет Расул Баянбайға бұйырса, бірінші орында Айбек Қалиев иеленді. Екінші орын Бегар Шойбековке беріліп, үшінші орында Дәурен Ысқақ пен Дінмұхаммед Жарқынбекұлы бөлісті. Сондай-ақ бірқатар ақындар арнайы жүлделермен марапатталды. Мейірхан Бақытжанұлы, Мұрат Жолдас, Сәтлер арнасының жаңалықтар қызметі.